Атбайұлының шығармалашығына арналған «Ұлы халықтың ұлы абайы» атты әдеби музыкалық кешке қош келдіңіздер. Абай баласы қазақтың ең қасиетті теңдесі жоқ алтын қазынасы. Заман ауысы уақыт өткен сайын халқымыз ғұлама Абайдың рухани дүниесіне терең бойлап, жаңа сырларына қанағат етеді. Абай ызырын туған халқымен мәңгі-бәкі бірге жасайды. Парасатты болып туған Шыңғыстаудың абайы, ән мен жарын мұра қылған Сарыарқаның абайы. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспедім уысыма, қолымды мезгілмен кештермедім. Бұл махрум қалмағыма кім жазалы, қолымды түпсермесем іштер ме едім? Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды мүддесеге бөлде бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Үзімде басқа шығып түске өрледім, қазақта қара сөзге тез бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Домбыраға қол соқпа, шымырлатып бір-бірлеп, жүрегім соқпа, кел тоқта, жас келер көзге шүршілеп. Қайғылы көңілім қайдағы, бұрынғымды жаңғыртар, қайратты алып бойдағы, басымды қайғы қақыртар. Онан да жылы жүзіңе, кел жарым қара бетіме, жылы тәтті жауап айт, іштегі қайғы дертіме, іштегі есік жауынды сөндір жаңа қылықпен. Абайжан, құлыным, ауырып қалдың ғой. Бұлдыр күн өткен, бұрынғыдан күн өткен, әже, ертегі айтып берші. Жарайды, ендеше мен саған қылымырген ертегісін айтып берейін. Абайжан, құлыным, қонақтарды қарсы ал. Сен көп кітап оқып жүрсің бе? Я бала саған. Ал Абайжан, мен саған өз күйімді тартып берейін. Күйіңіз өте тамаша. Рахмет. Ал Абайжан, мен саған осы киелі домбыраны сыйға тартамын. Рахмет. Бала саған, бата беріңізші. Жарай, батаңды берейін. Шырағым, ер жетерсің, ер жетіп сірә нетерсің, алысқа шырқап кетерсің, шыңдасаң шыңға жетерсің. Әумин. Ал Абайжан, мен жолға шығуым. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреу ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлардың құмары, бұлар болмаса, тәнжанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Ал біреуі білсем екен демекілік, не көрсе соған талпынып, жалтыр-жылтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай келмей болса, онан үй түссе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене деп, бұл немене деп, ол неге етеді деп, бұл неге бітеді деп, көзі көргенін, құлағы естігенін бәрін сұрап, тұтыстып көрмейді. Осылай барлас ақын мен өмірінде бір із қалдырған. Жас үлкен ағасы
дейбір адамның баласы. The clouds are gray and gloomy, boarding rain, and awesome mist envelops bird years, chasing age, others roam, the speakers play, to form themselves round falls of last year's burst. No grass, no tulips, silence everywhere, a children's noisy game and young lads' moves. Көгалды көйлек тапқапы, қызықпен жүріп жасталған. Жазды күнгі жапырақтың, бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті кей. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қаны ашқан, ойын қайда, ән қайда. Оны мен ел тұрмады, қар көрінді, қыс болды. Суық жосырды, күшейді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Салонда жатып дән жиған, құмырсқан іздеп табады. Селкілдеп келіп жығылды, аяғына басына. Қарағым, жылы тамақ бер, жас шыққанша асырап. Мұның жаным сөз емес, жазу терім білмеп бер. Жанын үшін еш шаруа, ала жаздай қылмап бер. Мен өзімдей шаруашыл, жылы үйлі. Көгалды қуып, ән салып, өлеңнен қолым тибіме. Қайтсын, қолы тимепті, өлінші, әнші есілер. Ала жаздай ән салсан, селкілде де билей бер. Жасытуда қалмайды қыстың сызы, басымдықтай құлпадай жігінің жүзі. Жан-жануат адамзат анталаса, ата-анадай ешілік күнің күзі. Жаздан күлкі еңді жық құсымен, жайдандысып жаз күлер құпысымен. Көдеден жана тұрғанды кемпір жан, жамбадысы өзінің тұтқысымен. Сур болтысы су, каптайды аспан, көз болып дүңкі туман жерді басқан. Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, жылқы ойнап, бейі қашқан, та жарысқан. Жасыл шып, посещек жоқ бұрынғыдай, жастар көмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шамкын придей тусы күтін, жапырағынан араған ағаш қурай. Слово из 18-го красивым и сильным делает человека его ум, образованность, честь и обоняние. Слово из 31-го. Для того, чтобы запомнить советы исследователей, нужно соблюдать 4 условия. Первое. Нужно быть настолько сильным, чтобы подавить в себе самолюбие, когда тебе дают совет. Второе. Надо принимать умные слова сердцем, всей душой, так, словно удаляешь ими жажду. Третье. Следует по несколько раз повторять услышанное, чтобы закрепить его в памяти. Четвертое. Надо держаться подальше от вещей, которые изнашивают человеческий ум и заставляют его терять свои ценные свойства. Ақыры ойландым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза білейін. Ақ қағаз бен қара сиырны ермек қылайық. Кім-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзін өзі редінде, ақыры осыған болады. Жарайды аспанымдан алтын күнім шуақты, өтіп жатыр қастарымдан болашағым қуатты. Таулары алтын
Степногорск қаласы білім бөлімі атынан осы мектептің әкімшілігіне, осы мектептің ұжымына, оқушыларына алғысымызды білдіреміз. Іс-шара жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Оқушылар өздерінің білімдерін, шығармашылығын көрсете білді. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет.